Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, аспанда бірде-бір шибір дейді ғой, бірде-бір қарыс орын жоқ. Барлық жерде періште сәжде қылып, не руку қылып, әйтеуір ғибадат қылып тұр дейді. Бірақ қиямет қайым болған кезде, аспан жерінің, аспан жолдарының барлығы ашылған кезде, ол кісілердің ғибадаттары тоқтатылғанда, сол періште тұрып айтады, ол періште жаратылғанда, Аллаху алам, адамнан бұрын жаратылды ма ол періште, кейін келді ма? Бірақ сол періште жаратылғаннан руку қылып тұр, жаратылғаннан сәжде қылып тұр. Қиямет қайым болып тоқтағанда басын сәждеден көтеріп, я Раббым, сенің қадіріңдей қылып сәжде жасай алмадым дейді екен. Сенің қадіріңдей, сенің ұлылығыңдай сәжде жасай алмадым дейді екен. Ойласаңыз, сізбенен біз басымызды құс дән шұқығандай тарс еткізіп жұлып аламыз сәждеде. Кейде тарауих намазда мақтанамыз, жарты сағатта 40 минутта оқып тастадым деп. Бауырлар, егер сол намаз сіздің соңғы намазыңыз болса, қалай оқыр едіңіз? Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Көп адамдар пайғамбарымыздың айтқанын айтам дейді, имамдар тұрғанда арқасына теріс бұрылып қарап айтады, саптарыңызды тегістеңіздер, араларыңызды жақын ұстаңыздар, Алла тағала қисық сапқа назар салмайды дейді. Бірақ пайғамбарымыздың тағы да бір сөзі бар, сапты дұрыстағаннан кейін айтады, намаздарыңызды соңғы намаздай оқыңыздар дейді. Яғни мүмкін осы оқып тұрған намазыңыз соңғысы шығар. Бұдан кейін мәңгілік дүние басталады. Мәңгілік. 80 жыл емес, 20-30 жылда емес, бір күн емес, бір сәт емес, мәңгілік. Сол намазыңызбен кетесіз, қазір жолға шығайын деп тұрсыз. Қалай оқыр едіңіз? Сіз өлімнің хабарын естіген адамның түрін көргенсіз ба? Мысалы, бір кісі өте қатты ауырды. Дәрігерге барып еді. Дәрігер екі қолын түсіріп, кешіріңіз, сіздің ауруыңызға ем таба алмадық. Сіз енді мысалы саратан, яғни обыр деген рак ауруымен ауырыпсыз. Оның емі жоқ қазір. Өтіп кетті. Енді дайындала беріңіз десе, сол адам қалай болады айтыңызшы? Мына өмірдің ақшасы, мансабы, дүниесі бәрі қызық бола ма соған? Жоқ. Бүкіл дүниенің малын алып келсеңіз де сол малға ше бос болып қарайды. Оған ше бір дәмі жоқ. Әшейін нәрсе да. Бүкіл адамдар жанына күліп, ха-ха-ха деп күліп атса да, ана кісінің жүрегі өлі болады олардың күлкісіне. Қанша күлсе де. Оған бір ішегін үзетіндей қылып қызық әңгіме айтса да, жай ғана жымия салады. Неге? Өйткені сол бір сәтте бүкіл өмірі өтіп жатыр ол кісінің көзінің алдынан. Бүкіл өмірі не істедім? Енді қайттым. Қалай жүредім, қалай түредім? Бұдан кейін не болады? Бүкіл барлық қам қайғысы бара жатқан сапарында болып тұрады. Ал пайғамбарымыздың осы сөзі ше, намаздарыңызды соңғы намаздай оқыңыздар десе. Сіз жай намазға келіп қыблаға қарадыңыз. Екі қолыңызды Аллаху акбар деп көтердіңіз. Аллаху алам, қайтадан дәл солай көтере аласыз ба, жоқ па келесі намазға дейін? Сәждеге бардыңыз. Мүмкін сол сәжде соңғы сәжде шығарсыз. Қалай сәжде қыласыз? Басыңызды аласыз ба сәждеден? Егер шын хабар анық біреу келіп, болды кеттің десе, сәждеден алмайсыз басыңызды. Осылай жатайыншы одан көрі дейсіз. Әй дүние, мына жұмысың, базарың десе,
қоя тұршы дейсіз, маған ол қызық емес дейсіз. Бірақ бауырлар, біз адамбыз.